Шерхан Мұртазаұлы Мұртаза 1932 жылы 28 қыркүйекте Жамбыл облысы Жуалды ауданы Талапты ауылында дүниеге келген. Шерхан Мұртазаұлы жазушы, журналист, Қазақстан Республикасының парламентінің мәжіліс депутаты болған. Жазушының әр жылдары Мылтықсыз майдан, интернеттің наны, 41 жылғы келіншек, Ай мен Айша, бір кем дүние кітаптары дүние көрген. Шерхан Мұртазаұлының 41 жылғы келіншек шығармасынан түсінгенім, 41 жылғы келіншек шығармасындағы басты кейіпкер Хадиша. Күйеуі Мақсұт көппен бірге соғысқа кеткенде, Хадиша небәрі 28-дегі жас келіншек еді. Соғыс аяқталып, тірі қалған ер азаматтардың барлығы елге қайтқанда, Хадишаның күйеуі Мақсұттан хабар болмады. Өлдіге жорығысы келмеген Хадиша қара шаңыраққа жалғыз өзі ие болып қалды. Қызы Жанар тұрмыс құрып, Хадишаны қолына алғысы келіп еді, бармады. Мақсұт үйінің түтіні өшпегенін қалады. Осылайша сарыла сағынып, бар жас ғұмырын күйеуі Мақсұтқа арнады.